Тыныштық сақтаймыз. Солай ғой да? Мәдениеттегі жеті-жетім, бес арыс. Біз енді сұрақты дұрыс жауабын айтуымыз керек пе, әлде бағамызды? Жалпы бірінші дұрыс жауабын айтып өтіңіздер, содан соң бағаны қойыңыздар. Жақсы. Бірінші болып шыққан Қызғалдақ балабақшасы жеті жоқ. Бірінші жерде өлшеуіш жоқ. Екінші аспанда тіреуіш жоқ. Үшінші таста тамыр жоқ. Төртінші тасбақада талақ жоқ. Бесінші алмада бауыр жоқ. Алтыншы аққуда сүт жоқ. Осыны таптыңыздар. Жетінші жылқыда өт жоқ. Екеуін таптыңыздар, иә. Сол ұйқыда бірдеңе дейтін қателік. Сосын үш бәйтерек. Ілияс Жансүгіров, Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин. Үшіншісі Бейімбет Майлинді дұрыс таптыңыздар. Екінші мәдениет ұжымы жеті-жетім. Бірінші тыңдалмаған сөз жетім. Киюсіз қалған тон жетім. Үшінші иесіз қалған жер жетім. Бұны таптыңыздар. Біріншісі де таптыңыздар, тыңдалмаған сөз. Төртінші басшысыз қалған ел жетім. Бұны да таптыңыздар. Аққу қассыз көл жетім. Елінен айырылған ер жетім. Замандасы қалмаған қарт жетім. Жеті-жетімнің ішінен үшеуін таптыңыздар. Бесар сірә ешқандай таппадыңыздар. Мектеп ұжымы жеті ғашық. Бесарсыз оқи кетейін. Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов, Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынұлы. Мектеп ұжымы жеті ғашық. Ләйлі Мәжнүн, оны таптыңыздар. Фархат Шырын. Үшінші Тахир Зухра. Төртінші Арзу Қамбар. Бесінші Уәли Ғарра. Алтыншы Уәки Күлшах. Жетінші Жүсіп Зылиха. Жүсіп Зылиханы таптыңыздар. Ләйлі Мәжнүн таптыңыздар. Қалған бесеуін таба алмадыңыздар. Үш данасы Абай Құнанбайұлы, Ыбырай Алтынсарин. Үшінші Шоқан Уәлихан. Бұндай ешқайсысын таппадыңыздар. Ендігі кезекте соған тиісті бағаларыңыз.